Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін мен бір сіздерге мощный техника, мощный ақпарат айтайын деп отырмын. Менің жәнегі осыған деген жинаған практикаларымнан оққаннан түйгенім, сіз өзіңізге өзіңіз ғана керексіз. Сіздің болыңызды, сіздің денсаулығыңыздың нашарлағаны, сіздің өмірден сүрінгеніңіз, сіздің жылағаныңыз, күлгеніңіз өзгелерге расын айтқанда ештеңе емес. Ол сіздің өзіңізге ғана батады, өзіңізден ғана өтеді, өзіңіз ғана сезінесіз. Сондықтан әр дүниені басыңыздан өткізбей тұрып, әр дүние сізден кетпей тұрып, әр дүние шегіне жетпей тұрып, өзіңізді құрметтеуді, өзіңізді сыйлауды үйреніңіз деп айтқым келеді. Сіз үшін бірге туған, сізден туған, сізді туғандар сізге жаны ашиды, бірақ көзбен сөзбен. Сіздегі больді, сіздегі ауруды, сіздегі сезінуді ешкім сезінбейді. Сондықтан кім ең бірінші өзіңізді құрметтеуді үйреніңіз. Өзіңізді сүюді, өзіңіздің дене саулығыңызды, денеңізді, Алланың жаратқан 12 мүшесін жұтып атқан ауаны сезінуді, жұтып атқан бір тамшы суды сезінуді, өзіңіздің жүріп жүрген аяғыңызды сауында, аманында қадірін біліңіз. Дүниелік істерден тыйылып үйреніңіз. Дүниелік іске, дүниеге байланып артынан қуа берсеңіз, сіз шаршайсыз. Сондықтан дүниеден өзіңізді бір уақыт болсын босатып үйреніңіз. Беріп үйреніңіз, алып үйреніңіз, жүріп үйреніңіз, күліп үйреніңіз. Өзгенің черес жүр артығымен өзгелердің жаңағы несіне салынып кетпеңіз. Өйткені бір күндер болады, адам шаршайтын, қатты қысылатын, қатты қиналатын. Сол сәтте, сол тұста сіз болатын, сізбен бірге сізді прям шынайы ұғатын сіз ғанасыз. Сондықтан біреу болып келдіңіз ба, өмірге жалғыз болып жаратылдыңыз ба, жалғыз болып өтесіз. Жаныңызбен тәніңізді аялаңыз дегім келеді. Каждый клеткаңызды құрметтеңіз, сүйіңіз, қуана біліңіз, ішкі эмоцияларыңызды шығара біліңіз. Өзіңізді қадірлеп, құрметтеп үйреніңіз. Сіз өзіңізді құрметтегенде, өзіңізді қадірлегенде айналаңыз сізге. Айналаңыз туралы ақпарат жинау керек болмай қалады. Бір кездері біреулер болады, анау сөйтіп қапты, мынау бүйтіп қапты, анау деп өзгелердің өмірін саралау, өзгелердің өмірін талқылау, ол өзін ұмытқан адамдар, өзінен алыстаған адамдар. Өзінің кем-кетігін жасыру мақсатында маска киіп алған адамдар. Мен ондай емеспін, өзгелер сондай деп өзін ақтайтын адамдар. Самым деле жаны шырқырап, жаны ауырып, жүрек сыздап жүрген жандар. Сондықтан жүрегіңізге ондай ауырлықты салып қойып, өзгенің тартығын, өзгенің жырын жылаған қойыңыз. Шынайы өзіңізді қабылдаңыз, өзіңізді сүйіңіз, өзіңізді құрметтеңіз, өзіңізді қадірлеңіз, өзіңізге өзіңіз уақыт бөліңіз, өзіңізді сезініңіз, өзіңізді шын жақсы көріңіз, ішкі қалауыңызды орындаңыз. Сіз ішкі қалауыңызды орындағанда сыртқы дүниелік істер өз-өзіне сіздің артыңыздан еретін болады. Дүние өз-өзінен шешімін таба беретін болады. Өйткені сіздің ішкі түйсігіңіз, ішкі наным сенімдеріңіз, ішкі меніңіз өзгеге фокусын бұрмай, стрелканы өзіне бұрған кезде өзге дүниенің барлығы өз-өзінен шешіліп кетеді. Өйткені бұл әлемде тартылыс заңы жұмыс істейді. Бұл өте реально. Сондықтан өзге деген мышленияны өзім дегенге ауыстырыңыз. Бұл өзімшілдік болып кетпей ма, өзімшілдік деген жоқ. Сіз өзіңіз, сіз мықты болып тұрыңыз. Өзіңіздің діліңізді, өзіңіз құраңыз, өзіңіз толықтырыңыз. Ішіңіз дір-дір етіп тұрмасын. Сол кезде сіз өзгелерге күш бере аласыз, өзгелерге мықтылық сыйлай аласыз. Өзгелерге беру, алу заңдылығын орындай аласыз. Сондықтан іске сәт ешқашан өзгеден емес,
өзіңізден қамқорлықты аямаңыз.